Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Сынған әйнек, сынған тағдыр, Лаз рөліндегі аңыз, бір бөлім. Криминалдық драма, психологиялық триллер, экшен. Автордың сөзі. Билік адамды бұзады, ал шектеусіз билік оны құбыжыққа айналдырады. Тас жолдың бойында тұрған кейбір жол сақшылар үшін жүргізушілер жай ғана сауын сиыр, ал жол ережесі өз қалталарын қампитудың құралы ғана. Олар келейді қорлап, байдың алдында қордай жорғалауға үйренген. Бірақ өмірдің өз заңы бар. Кейде ең ескі, ең қарапайым көліктің ішінде сыртқы жылтыраққа мұқтаж емес, бүкіл бір елдің тарихын жасаған генералдардың өзі тік тұрып сәлем беретін нағыз аңыз отырады. Бұл оқиға тәкаппарлықтың түбіне жеткен бір ғана сынған әйнек пен оның артындағы үрейлі шындық туралы. Тәж киген полицейдің темір торға қарай жасаған алғашқы қадамы дәл осы тас жолда басталған еді. Бір тарау. Тас жолдағы патшалар. Тамыз айының аптап ыстығы. Асфальттан бұл бұрқырап, алыстан қарағанда жолдың үсті сағымға оранып, теңіздей толқып жатқандай көрінеді. Қаладан 50 шақырымдай ұзақтағы күре жолдың бойында, көлеңкесі жоқ қуаң далада жол патрульдік полициясының қызметтік шкодасы тұр. Көліктің ішінде 2 полицей отыр. Кондиционер бар, қуатымен істеп тұрса да, аға лейтенант Рүстемнің көңіл-күйі жоқ еді. Ол 30-ға жаңа толған, денелі, формасы үстіне құйып қойғандай жарасқан, бірақ көздерінен тәкаппарлық пен менмендік төгіліп тұрған офицер. Оның қолындағы сағаты қызметтік жалақысына еш сәйкес келмейтін қымбат швейцариялық маркадан еді. Ал рөлде оның серігі, жас лейтенант Серік отырды. Серік жұмысқа жаңадан орналасқан, әлі де ар-ұяты толық өшпеген, бірақ Рүстем сияқты тәжірибелі қасқырлардың ықпалынан шыға алмай жүрген жас жігіт. Бүгін жол өлі ғой, құрысын, деді Рүстем тісін шұқып қойып. Ол терезеден зырлап өтіп жатқан көліктерге қарап, оларды көзбен сканерлеп отырды. Оның миы әр көліктің маркасына, нөміріне қарап, одан қанша сауын сауға болатынын автоматты түрде есептейтін. Аға, жоспарды орындадық қой. 2 мас жүргізушіні ұстадық, 3 кездесу сызығын, встречка, басқандарды рәсімдеді. Қайтпаймыз ба? Деді Серік жасқана. Рүстем оған мысқылмен қарады. Жоспарды мемлекетке орындадық. Ал өзімізге ше? Бастыққа апаратын үлес ше? Сен осылай ынжық болып жүре берсең, өмір бақи осы тас жолда шаң жұтып өтесің. Қара, анау келе жатқан Лексустың нөмірі 001. Оған тиіспейміз, олардың крышасы мықты. Ал мына келе жатқан не пәле? Рүстем алдыңғы әйнектен көз тікті. Сағымның ішінен баяу, бірақ сенімді түрде ырылдап кеңес үкіметінен қалған ескі, көк ақ түсті Лаз 695 автобусы келе жатты. Автобус әбден ескірген, сыртының бояулары оңып кеткен, бірақ қозғалтқышының даусы сағаттай жұмыс істеп тұрғанын білдіретін. Мұндай автобустар қазір мұражайларда немесе ауылдық жерлерде ғана қалған еді. Рүстемнің көздері жайнап кетті. Опа! Міне біздің клиент. Техбайқаудан техосмотр өтпегені 100%. Ауылынан қалаға базарға бара жатқан бір бейшара шал шығар. Экологиясы, түтіні, құжаттары бәрінен ілінуге болады. Осындайлардан 1-2 тиын сығып алайық та, сосын қайтамыз. Рүстем көліктен асықпай түсті. Ол фуражкасын киіп, қолындағы ала таяғын, жезл, бұлғаңдатып, жолдың ортасына шықты. 2 тарау. Ескі автобус және оның үнсіз жүргізушісі. Лаз автобусы жол ережесін бұзбай, өз жолағымен жылдамдығын асырмай келе жатқан. Рүстем ала таяғын көтеріп, автобусқа тоқтауды бұйырды. Автобустың ауыр пневматикалық тежегіштері ыс етіп дыбыс шығарып, ескі көлік Рүстемнің дәл алдына, жол жиегіне өте ұқыпты түрде келіп тоқтады. Тежегіштің бұлай дәл және жұмсақ басылуы жүргізушінің өте үлкен тәжірибесі бар екенін, көліктің әрбір бұрандасын сезетінін білдіретін еді. Бірақ тәкаппар полицей мұндай ұсақ түйекке мән берген жоқ. Ол үшін бұл жай ғана қорқытып ақшалуға болатын кезекті ауылбай. Рүстем баяу адымдап автобустың жүргізуші жақ терезесіне жақындады. Ал көрейік, мына темір табыттың ішінде кім отыр екен? Деп міңгірледі ол өзіне өзі. Жүргізуші терезесінің ар жағында отырған адамның жүзі анық көрінбеді, өйткені күннің сәулесі шағылысып тұрған.
Автобустың іші бос еді, жолаушылар жоқ. Рүстем терезені саусағымен дөрекі түрде қақты. Терезенің арғы жағындағы адам асыққан жоқ. Ол баяу ғана бұрылып, терезенің тұтқасын, ручкасын бұрауға тырысты. Бірақ ескі лаздың терезе механизмі кептеліп қалған сияқты, әйнек төмен түспеді. Рүстемнің жыны келе бастады. Ол аптап ыстықта далада тұруды жек көретін. «Әй, шал, аш терезені. Тіреліп қалдың ба? Құжаттарыңды бер», деп айқайлады полицей, терезені ала таяғымен ұрып. Іштегі жүргізуші терезені ашуға тырысуын тоқтатты. Ол Рүстемге тіке қарады. Рүстем сол кезде жүргізушінің жүзін алғаш рет көрді. Бұл жасы 60-тар шамасындағы, шашын бурыл шалған, бетінде терең әжімдері мен ұзынша келген ескі тыртығы бар адам еді. Оның үстінде ескі, түсі оңған әскери үлгідегі брезент куртка бар, ешқандай погон немесе белгі жоқ. Бірақ Рүстемді ең қатты ашуландырғаны шалдың көзқарасы болды. Жүргізушінің жанарында қорқыныш, жалыныш немесе полицейді көргендегі қарапайым халыққа тән жасқаншақтық мүлдем жоқ еді. Оның орнына ол Рүстемге кәдімгі бір бос кеңістікке, маңызсыз бір жәндікке қарағандай, абсолютті суық, сабырлы және өте ауыр көзқараспен қарап тұрды. Бұл көзқарас тәкаппар офицердің эгосын таптап кеткендей болды. Жүргізуші ернін жыбырлатып қолымен ишарат жасады. «Есікті ашамын, сол жақтан кір» дегендей. Ескі автобустардың жүргізуші терезесі жиі кептелетіндіктен жолаушылар есігі арқылы кіру логикаға сай еді. Бірақ Рүстем үшін бұл барып тұрған қорлау болатын. «Сен не, маған бұйрық беріп тұрсың ба? Мен саған автобусқа мінетін кондуктормын ба? Аш дедім мына терезені, қазір есігіңді бұзып кіремін», деп бақырды Рүстем. Жүргізуші орнынан қозғалған жоқ. Ол жай ғана алдына қарап қозғалтқышты өшірді. Оның бұл мінезі кез келген қоқан-лоққыға мойымайтын, өз ісінің дұрыстығына 100% сенімді адамның мінезі еді. Ол терезені аша алмағанын көрсетті, енді полицейдің өзі ақылға келер деп күтті. 3 тарау. Ашу мен сынған әйнек. Жас лейтенант серік көліктен түсіп Рүстемнің жанына жүгіріп келді. «Рүстем аға, не болды? Шал қарсыласып жатыр ма? Бәлкім есіктен кірерміз. Бұл ескі лаз ғой, терезелері шіріп кеткен шығар. Сен маған ақыл үйретпе», деп ақырды Рүстем, сілекейі шашырап. Мына қақпаш шал өзін кіммін деп ойлайды. Менің формамды менсінбей отырма. Мен қазір оған кімнің қожайын екенін көрсетемін. Егер ол заңға бағынбаса, мен күш қолдануға құқылымын. Рүстемнің ішіндегі тәкаппарлық пен аптап ыстық оның миын толықтай тұмандатты. Ол өз билігінің шексіздігіне әбден сеніп қалған еді. Оның ойынша ескі лаз айдаған адамның ешқандай қорғаушысы, ешқандай құқығы жоқ. «Соңғы рет айтамын. Құжаттарыңды бер». Рүстем ала таяғын тастай салып, белдігіндегі ауыр темір жарқылдағышты, фонарикті суырып алды. Жүргізуші оған қарап, басын жеңіл ғана шайқады да, өз қалтасына қол созып, құжаттарын алмақшы болды. Бірақ Рүстем мұны күтпеді. Оның ашуы шегіне жеткен еді. Сен әлі мені мазақ етіп отырсың ба?» деп ақырған ол темір фонарикті бар күшімен көтеріп, лаздың жүргізуші жақ терезесіне бар пәрменімен ұрды. Тарс. Шатыр-шұтыр. Ескі, қалың әйнек ауыр соққыға шыдамай, быт-шыт болып сынды. Мыңдаған шыны сынықтары сарқырамадай төменге, жүргізушінің үстіне, оның бетіне және тізесіне қарай шашырады. Серік қорқыныштан 2 адым артқа шегініп кетті. «Рүстем аға, сіз не істедіңіз?» деп бақырды жас лейтенант. Жай ғана құжат сұрау үшін көліктің әйнегін сындыру бұл тікелей қылмыс және қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану еді. Рүстем өзінің не істегенін сол кезде ғана түсінгендей болды, бірақ шегінер жол жоқ деп есептеп, даусын одан сайын қатайтты. «Заңды талапқа бағынбаған үшін. Шық көліктен, кәрі ит. Қазір қолыңа кісен саламын. Жерге жат», деп айқайлады ол, сынған терезеден қолын соғып, жүргізушінің жағасынан алғысы келіп. Бірақ Рүстемнің қолы жүргізушінің жағасына жеткен жоқ. 4 тарау. Жолбарыстың оянуы және үрейдің басы. Терезе сынып, үстіне шыны шашыраған сәтте де жүргізуші орнынан 1 миллиметрге де селк еткен жоқ. Ол бетін қолмен де жаппады.
Ол тек көзін аздап қысып, әйнек сынықтарының жаңбырын үнсіз қабылдады. Оның бетіндегі бірнеше жерді шыны тіліп өтіп, қан тамшылары пайда болды. Рүстем қолын ішке сұққан кезде, жүргізуші оның білегінен шап беріп ұстады. Бұл кәрі шалдың әлсіз ұстауы емес еді. Бұл темір қысқыштың тескей, қысымындай сүйекті сындыра жаздайтын сұмдық күш болатын. Рүстем ауырсынудан ыңырсып жіберді. Ол қолын жұлып алмақ болып еді. Бірақ жүргізушінің қолы мызғымас тастай қатып қалған. Жүргізуші баяу ғана басын бұрып, Рүстемнің көзіне тік қарады. Енді бұл жай ғана сабырлы көзқарас емес еді. Бұл жанардан Рүстем нағыз айуани үрейді көрді. Бұл көздер жүздеген рет өлімді көрген, қан мен оттың ортасында шыңдалған, жауларының тамағын жалаң қолмен жұлған нағыз жыртқыштың көздері болатын. Рүстемнің тұла бойы мұздап, ішінен суық тер бұрқ ете қалды. Ол өмірінде талай қылмыскерлерді көрген, бірақ мұндай таза, абсолютті қаһарды ешқашан кездірмеген еді. Жүргізуші үнсіз қалпында Рүстемнің білегін сәл ғана бұрады. Тәкаппар полицей ауырсынудан тізесі бүгіліп, автобустың есігіне қарай қисайып кетті. Серік тапаншасының қабына, кобурасына қолын апарып, қалтырап тұрды. Аға, қоя беріңіз оны, деп кекештенді ол. Ол кімге айтып тұрғанын өзі де түсінбеді. Жүргізуші Рүстемнің қолын итеріп жіберді. Ол баяу ғана үстіндегі шыны сынықтарын қағып тастады. Содан соң ол кеудесіндегі брезент куртканың ішкі қалтасына қол сұқты. Рүстем қару алады екен деп ойлап, артқа қарай шегініп тапаншасын суыруға тырысты. Бірақ жүргізуші қару емес, қызыл түсті, сыртында алтын әріппен Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті аса құпия деп жазылған ерекше үлгідегі куәлікті шығарып, сынған терезеден Рүстемнің бетіне қарай лақтырды. Куәлік жерге түсті. Құжат ашылып кеткен еді. Рүстем қалтыраған қолдарымен құжатты жерден көтеріп алды. Оның көзі куәліктегі суретке және оның астындағы жазуға түскенде, оның тынысы тоқтап қалғандай болды. Жүрегі кеудесін жарып шығардай соға бастады. Куәлікте мынандай жазу бар еді. Қасымов Бақытжан Тұрарұлы, арнайы мақсаттағы күштердің спецназ бас қолбасшысы. Генерал-полковник. Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы. Бұл тірі аңыз еді. Бұл адамның есімімен тұтас бір дәуірдің әскери операциялары байланысты болатын. Бұл генерал-министрлердің өзін орнынан алып тастай алатын, президентке тікелей бағынатын жалғыз адам. Ол зейнетке шықса да, оның өкілеттігі шексіз болатын. Ал тәкаппар жол полицейі Рүстем жаңа ғана осы адамның бетіне әйнек сындырып, оны кәрі ит деп атаған еді. Генерал Бақытжан Қасымов сынған терезеден басын сәл шығарып, мұздай дауыспен әрбір сөзін шегелеп айтты. Мен бұл автобусты жетімдер үйіне, ауылдағы балаларға сыйлық ретінде өз қолыммен жөндеп апарып бара жатыр едім, лейтенант. Ал сен менің көлігімнің әйнегін сындырдың. Менің бетімді қанаттың. Бірақ ең бастысы, сен өзіңнің антыңды, погоныңды сындырдың. Рүстемнің аяғынан әл кетіп, ол асфальтке тізе бүге құлады. Оның тәкаппарлығынан дымда қалмаған еді. Жолдас генерал-полковник. Мен білмедім. Мен қателестім. Кешіріңіз, деп міңгірледі ол, көзінен жас шығып кетіп. Білмегенің сені ақтамайды, деді генерал. Сен форма киіп алып, халықты қорлап жүрген қарақшысың. Ал қарақшылардың орны қайда екенін мен өте жақсы білемін. Генерал өзінің ескі, бірақ арнайы шифрланған әскери телефонын қолына алды да, бір ғана нөмірді терді. Автордың сөзі. Жазаның ең қорқыныштысы өлім емес, сенің бүкіл жалған әлеміңнің, жасанды беделіңнің бірақ сәтте күл талған болуы. Рүстем сияқты жемқорлар үшін полиция формасы халықты тонайтын лицензия, ал погондар заңнан биік тұрудың кепілі еді. Бірақ олар сол погонды таққандардың арасында нағыз отан үшін қан кешкендердің де бар екенін ұмытты. Генерал Бақытжан Қасымовтың қолындағы ескі телефонның бір ғана қоңырауы тас жолдағы екі ғана полицейдің емес, бүкіл бір аймақтың жемқорлыққа батқан жүйесінің тамырына балта шапқалы тұрды. Екінші бөлімде біз тәкаппарлықтың қалай қорқынышқа айналатынын, ал әділеттіліктің қандай қатал болатынын көреміз. 5 тарау. Бүркіт оянады, құпия телефондағы қоңырау. Аптап ыстық.
Асфальттың бетінде тізе бүгіп отырған аға лейтенант Рүстемнің үстінен тер су шағып жатты. Оның маңдайынан тамған тер тамшылары жердегі лас автобусының сынған әйнегінің сынықтарына тамып жатты. Қасындағы жас лейтенант серік есінен танып қалардай болып, көліктің есігіне сүйеніп тұр. Генерал Бақытжан Қасымов сынған терезеден қарап, қолындағы ауыр әскери телефонның батырмаларын басты. Бұл кәдімгі смартфон емес, спутниктік байланыспен жұмыс істейтін, кез келген байланыс торабын бұзып өтетін арнайы құрылғайы. Телефонды арғы жақта бірақ гудоктен кейін көтерді. Жолдас генерал-полковник. Тыңдап тұрмын. Деген үрей аралас, өте анық әскери дауысы естілді. Бұл ішкі істер министрлігінің өзіндік қауіпсіздік басқармасының УСП бастығы полковник Садықов болатын. Бақытжанның даусы ешқандай эмоциясыз, мұздай суық, бұйрықты реңкпен шықты. Садықов, мен қаладан шығатын тас жолдың 50-ші шақырымында тұрмын. Блокпосттан кейінгі ескі көпірдің маңы. Түсіндім, жолдас генерал. Не жағдай болды? Шабуыл ма? Полковник Садықовтың даусынан кәдімгі дабыл сезілді. Шабуыл болғанда қандай, деді генерал мысқылмен. Мұнда сенің екі қасқырың маған шабуыл жасады. Менің көлігімнің әйнегін сындырып, маған күш қолданбақшы болды. Олардың ойынша, мен заңсыз жүрген кәрі ит екенмін. Телефонның арғы жағында өлі тыныштық орнады. Садықовтың жүрегі тоқтап қала жаздады. Арнайы мақсаттағы күштердің бас қолбасшысына, президенттің тікелей қорғауындағы адамға жол полицейлері шабуыл жасапты. Бұл жай ғана қылмыс емес, бұл бүкіл министрлік үшін апат еді. Жолдас генерал-полковник. Бұл мүмкін емес. Дәл қазір сол жерге Арыстан арнайы жасағын және тергеу тобын жіберемін. Тікұшақ 5 минутта көтеріледі. Сіздің қасыңызда күшті қолдау бар ма? Деп сасқалақтады полковник. Маған қолдаудың қажеті жоқ, Садықов, мен жалғызбын. Оларда қоршауда емес. Бірақ маған облыстық полиция департаментінің бастығы генерал Төлегеновті осында жеткіз. Өз аяғымен. 15 минут уақыты бар. Кешіксе, погонымен қоштасады. Орында. Құп болады, деді Садықов телефонды тастай сала. Генерал Бақытжан телефонды қалтасына салып, баяу ғана автобустың есігін ашып сыртқа шықты. Оның бойы ұзын емес еді, бірақ оның арқасындағы мыңдаған адамдық әскердің салмағы мен ішкі рухы оны асфальтта тізе бүгіп отырған Рүстемнен 10 есе алып етіп көрсетті. 6 тарау. Асфальттағы азап және жемқордың жалынышы. Рүстемнің жағдайы мүшкіл болатын. Ол тәкаппарлықтың ең жоғарғы шыңынан бірақ секундта ең төменгі шалшыққа құлаған еді. Ол генералдың сөйлескен сөзін толық естіді. Арыстан арнайы жасағы, БӨ облыс генералы. Бұл сөздер оның құлағына өлім үкіміндей естілді. Ол қалтыраған қолдарын алға созып, Бақытжанның брезент курткасының етегіне жабыспақ болды. Аға, жолдас генерал, мені құрта көрмеңізші, деп еңіреп жылап жіберді ол. Күндіз ғана халықты қорлап ақша бопсалаған мықты офицер қазір қорқақ күшікке айналған. Менің 3 балам бар. Ипотекам бар. Мен әйнекті өзім-ақ салып беремін. Қанша десеңіз де төлеймін. Миллион ба? 2 миллион ба? Аға, кешіріңізші. Бұл жұмыссыз мен өлемін. Бақытжан оның қолын аяғымен итеріп тастады. Ол Рүстемге жиіркенішпен қарады. Миллион дейсің бе? Деді генерал, даусы бәсең, бірақ кесіп айтқандай қатал. Сен, қарапайым аға лейтенант, маған 2 миллион теңгені дәл қазір бере аласың ба? Сенің жалақың қанша өзі, Рүстем? 300 мың ба? Ал қолыңдағы мына Rolex сағатың 2 жылдық жалақыңа тең. Сен бұл ақшаны кімнен алдың? Мендей кәрі иттерден, қызы ауырып ауруханаға асыққан әкеден, нан таба алмай жүрген таксистен алдың. Сен олардың қанын ішіп семірдің. Рүстем басын асфальтқа соғып, мен бұйрық орындадым. Бізде жоспар бар. Бастықтарға ақша апаруымыз керек. Бізді соған мәжбүрлейді. Деп өзін ақтап алмақ болды.
Бұл сөздер Бақытжанның ашуын одан сайын қоздырды. Бұйрық? Сен соғыс көрдің бе, күшік? Бұйрықтың не екенін білесің бе? Менің жігіттерім отан үшін деп оққа ұшқанда, олар ақша сұраған жоқ. Ал сендер халықты қорғауға ант беріп, сол халықтың өзін тонап отырсыңдар. Мен бұл лазды өз зейнетақыма сатып алып, бір ай бойы өз қолыммен жөндедім. Оны қала сыртындағы жетімдер үйіне, балаларға табиғатқа шығу үшін сыйға тартпақшы едім. Сен сол балалардың көлігін шақтың. Сен менің әйнегімді емес, мемлекеттің заңын шақтың. Жас лейтенант Серік бұл сөздерді естігенде ұятынан жерге кіріп кете жаздады. Ол өзінің полиция академиясында берген антын есіне алды. Ол Рүстемге қарап, оның қандай жиіркенішті екенін енді ғана түсінді. Серік баяу қадаммен генералға жақындап, фуражкасын шешіп, басын иді. Жолдас генерал-полковник. Лейтенант Серікұлы, мен өз кінәмді мойындаймын. Мен оны тоқтатуым керек еді. Мен қорқақтық таныттым. Заң бойынша жауап беруге дайынмын. Бақытжан жас жігітке бір сәт үнсіз қарап тұрды. Оның көзіндегі жалғандықты емес, нағыз өкінішті байқады. Сенің әлі де ар ұятыңның ұшқыны бар екен, лейтенант, деді генерал. Бірақ форма киген қорқақ ең қауіпті жау. Сен жазаңдаласың. 7 тарау. Бүркіттердің келуі және құлаған аспан. Арада 10 минут өткенде тас жолдың бойындағы тыныштықты құлақ тұндыратын сирена дауысы бұзды. Қала жақтан шаңдатып, үлкен жылдамдықпен 5-6 қара түсті Toyota Land Cruiser және арнайы полиция көліктері келе жатты. Олардың үстінен ауаны тіліп, үлкен Ми-8 әскери тікұшағы ұшып келіп, тас жолдың шетіндегі қураған далаға қонды. Тікұшақтан қара маска киген, толық жауынгерлік қаруланған арыстан арнайы жасағы секіріп түсіп, лезде периметрді қоршауға алды. Олардың қарулары Рүстем мен Серікке бағытталған еді. Қара көліктерден бірінен соң бірі жоғары шенді офицерлер шыға бастады. Олардың ең алдында облыстық полиция департаментінің бастығы генерал-майор Төлегенов келе жатты. Ол толық денелі, беті қызарып кеткен, үстіндегі парадтық киімі терге малшынған шенеунік еді. Ол көліктен түсе сала, фуражкасын қолына қысып алып, Бақытжанға қарай жүгіре жөнелді. Оның артынан ÖКП бастықтары, прокуратура өкілдері және аудандық полиция басшылары ентігіп келе жатты. Олардың барлығының көздерінде үрей бар еді. Төлегенов жүгіріп келіп, Бақытжанның алдында 2 метр қалғанда тоқтап, қаздиып тұра қалып, әскери сәлем берді. Оның қолы дірілдеп тұрды. Жолдас генерал-полковник, облыстық полиция департаментінің бастығы, генерал-майор Төлегенов. Бұйрығыңыз бойынша жеттім. Бақытжан оған жауап ретінде сәлем берген жоқ. Ол жай ғана қолын артына қойып, Төлегеновке бастан аяқ жиіркенішпен қарап шықты. Төлегенов, мен сені бұл қызметке тағайындалғанда халықтың тыныштығын сақтайтын нағыз офицер болады деп үміттеніп едім. Ал сен не істедің? Мына тас жолды өзіңнің жеке базарына айналдырғансың ба? Жолдас генерал. Бұл бір түсініспеушілік. Бұл екі ақымақ өздерімен өздері Төлегеновке кештеніп жағдайды жұмсартпақ болды. Ол жерде тізе бүгіп жатқан Рүстемге жауыздықпен қарап, сендер не істедіңдер, хайуандар? Сендер кімге қол көтергендеріңді білесіңдер ме? Деп айқайлады. Рүстем басын көтеріп Төлегеновке жалына қарады. Бастық, сіз өзіңіз ғой бізге жоспар қойған. Ай сайын әр экипаждан 1 миллион теңге деп бұйырған сіздің орынбасарыңыз емес пе? Біз сол үшін. Төлегеновтың бетінен қан қашып кетті. Ол Рүстемге қарай атылып, оны теппекші болды. Жабық аузыңды, жалақор. Мен қазір сені өз қолыммен тұншықтырамын. Орныңда тұр, Төлегенов. Генерал Бақытжанның дауысы тас жолда зеңбіректің оғындай атылды. Бұл дауыстан тек Төлегенов қана емес, айналадағы барлық офицерлер мен арнайы жасақ сарбаздар да қалтып тұра қалды. Ит иесінің бұйрығынсыз үрмейді. Бұл екеуінің осындай жүгенсіз кеткені сенің тікелей кінәң. 8 тарау. Погонның жұлынуы және әділеттілік соты. Бақытжан Рүстемге жақындады. Тұр орныңнан, лейтенант, деді ол суық үнмен. Рүстем қалтырап зорға орнынан тұрды. Оның полиция формасы шаң мен терге былғанған.
Генерал оның көзіне тік қарап тұрып, қолын созды да, Рүстемнің иығындағы жұлдызшалары бар погондарын бір-бірлеп жұлқи жұлып алды. Погондардың жіптері үзіліп жерге түсті. Сен бұл погонды тағуға лайық емессің, қарақшы. Содан соң генерал Төлегеновке бұрылды. Төлегенов, мына қызметкерді қазірдің өзінде қамауға алыңдар. Оған қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану, бұзақылық және парақорлық фактілері бойынша қылмыстық іс қозғалсын. Ал мына жас лейтенантты генерал Серікке нұсқады, қызметінен босатып куәгер ретінде тергеуге тартыңдар. Өқіп, уысып, қызметкерлері бірден жүгіріп келіп, Рүстемнің қолына кісен салды. Кеше ғана тас жолдың патшасы болған Рүстем енді қылмыскер ретінде қара көліктің ішіне лақтырылды. Бақытжан Төлегеновтың жанына келіп, оған үңіле қарады. Ал саған келетін болсақ, генерал-майор, сенің орынбасарларыңның ставкалары мен сенің жемқорлық схемаларың туралы ақпарат маған бұрыннан белгілі еді. Бірақ бүгінгі оқиға соңғы тамшы болды. Ертең таңертең сенің үстеліңде отставкаға кету туралы өтініш жатсын. Және ішкі істер министрлігі сенің департаментіңде толыққанды тексеру бастайды. Егер Рүстемнің сөзі расталса, сен де оның қасынан, темір тордың арғы жағынан бірақ шығасың. Төлегеновтың аяғынан жан кетіп, ол басын төмен салды. Оның 10 жылдық мансабы, миллиондаған долларлық бизнесі осы бір ескі лаз автобусының сынған әйнегімен бірге күл-талқан болған еді. Бақытжан арнайы жасақ командиріне бұрылды. Жігіттер, мына лаздың сынған әйнегін уақытша пленкамен жауып беріңдер. Маған әлі жетімдер үйіне жету керек. Балалар күтіп қалды. 10 минуттан соң тас жол босады. Жемқор полицейлер қамауға алынып, дөкейлер үреймен қайтып кетті. Ал ескі көк ақ түсті лаз автобусы сынық терезесін желге төсеп, кең даламен баяу ырылдап, өз жолын жалғастыра берді. Оның рөлінде ешқашан әділетсіздікке бас имейтін, погонын ар-намысынан төмен қоймайтын нағыз аңыз отырған еді. Автордың сөзі. Өмір қатал ұстаз, ол алдымен жазалайды, сосын барып сабақ береді. Өздерін заңнан жоғары санаған, қарапайым халықтың қаны мен терінен байыған, жемқор полицейлер үшін түрме ең қорқынышты түседі. Бірақ олар сол түстің өңіне айналарын, кеше ғана өздері қорлап, тар қапасқа қамаған қылмыскерлермен бір үстелде отыратынын елестетпегенде. Ал нағыз жауынгер, кеудесін оққа тосқан ардагер генерал үшін бір жемқорды орнынан алу, соғыстың аяқталуы емес, тек басы ғана болатын. Жүйенің іріңдеген жарасын сылып тастау үшін оның тамырына дейін бару керек. 3-ші бөлімде біз тас жолда басталған оқиғаның қалайша үлкен мемлекеттік тазарту операциясына ұласқанын, сатқындық пен өлімнің түрме камерасында қалай тоғысқанын және бұрынғы полицейдің азапқа толы өкінішін көреміз. Қанды ойын енді басталды. 9 тарау. Тәждің құлауы, Рүстемнің тозаққа алғашқы қадамы. Облыстық тергеу изоляторының СИЗО ауыр темір қақпасы сықырлап ашылып, ішке өзіндік қауіпсіздік басқармасы белгілері бар қара көлік кірді. Көліктің ішінде қол аяғына кісен салынған бұрынғы аға лейтенант Рүстем отырды. Небәрі 4 сағат бұрын ол тас жолдың патшасы, әрбір көліктен салық жинайтын қожайын еді. Ал қазір оның үстіндегі полиция формасының погондары жұлынған, өңі сұп-сұр, көздері үрейге толы бейшара тұтқын. Көлік тоқтаған соң беттеріне маска киген арнайы жасақ сарбаздары оны жұлқылап сыртқа шығарды. СИЗОның қабылдау бөлімі сыз тартып, хлор мен тердің үмітсіздіктің иісіне бүккен екен. Рүстемді кезекші офицердің алдына келді. Кезекші офицер кезінде Рүстеммен бірге ішімдік ішіп, талай рет бір дастархан басында отырған капитан Мақсат болатын. Рүстем Мақсатты көргенде көзіне жас алып, үміттенгендей болды. Мақа, бауырым, бұл мен ғой, Рүстем, маған көмектесші. Мені қарапайым зектердің, қылмыскерлердің арасына тастай көрме. Олар мені тірідей сойып жейді ғой. Бұрынғы қызметкерлер бывшие сотрудники камерасына жіберші, өтінемін. Деп жалынды ол. Бірақ Мақсат оған мұздай суық көзқараспен қарады. Ол Рүстемнің қандай адамның әйнегін сындырып, кімге қол көтергенін баяғыда естіген еді. Бүкіл департаментте бұл жаңалық найзағайдай тараған. Сен маған бауыр емессің, Рүстем, деді Мақсат, одан жиіркенгендей сырт айналып.
Сен форманың, біздің намысымыздың бетіне түкірдің. Сені генерал-полковниктің жеке бұйрығымен алып келді. Саған ешқандай жеңілдік болмайды. Мақсат күзетшілерге бұйрық берді. Толықтай тінту жүргізіңдер. Киімін шешіп түрменің сұр робасын кигізіңдер. Сосын 14 камераға апарыңдар. Рүстемнің аяқтары қалтырап кетті. Ол 14 камераның не екенін жақсы білетін. Ол транзиттік камера болатын, онда бұрынғы сотталғандар, қарақшылар мен ауыр қылмыскерлер этап күтіп отыратын. Ол жерге түскен кез келген бұрынғы полицей үшін өмір бір-ақ минутта тозаққа айналуы мүмкін еді. Оны жалаңаштап шешіндіріп, суық сумен жуындырған соң, тізесі шыққан, қан мен тердің иісі сіңген ескі түрме киімін берді. Оның қолындағы миллиондаған теңге тұратын Rolex сағаты мен алтын шынжыры тәркілеу пакетіне салынғанда, Рүстем өзінің өткен өмірмен бір жола қоштасқанын түсінді. 10 тарау. Бақытты көздер және генералдың мұңы. Ал осы кезде қаладан 100 шақырымдай жерде орналасқан шағын ауылдың шетіндегі жетімдер үйінің ауласында нағыз мереке болып жатқан еді. Ескі, бірақ моторы сағаттай жұмыс істеп тұрған көк ақ лас автобусы мекеменің ауласына кіріп келгенде, ондаған балалар қуана айқайлап көлікке қарай жүгірді. Бақытжан ата келді. Атамыз келді. Деген балалардың шат күлкісі айналаны жаңғыртты. Генерал Бақытжан Қасымов көліктің тежегішін басып, қозғалтқышты өшірді. Оның сол жақ бетіндегі шыны тіліп кеткен кішкентай жараның бетіне пластыр жапсырылған еді. Ол ауыр әскери етіктермен көліктен түскенде, балалар оны қоршап алып құшақтап жатты. Бақытжанның қатал, тастай суық жанары бірден елжіреп, мейірімге толды. Ол әр баланы басынан сипап, маңдайынан иіскеді. Міне, балапандарым, мен сендерге уәде еткен көлікті келдім. Енді осы автобуспен жаз бойы лагерге, тауға, суға барып демаласыңдар, деді генерал жымиып. Жетімдер үйінің директоры, жасы егде тартқан Мәриям апай алғысын жаудырып жатты. Баке, сізге мың алғыс. Зейнетақыңызды жинап, осыншама еңбек сіңіріп, өз қолыңызбен жөндеп әкелгеніңізді балалар ешқашан ұмытпайды. Бірақ терезеңізге не болған? Сынған ба? Және бетіңіз? Бақытжан қолымен пластырды сипап қойды. Жолда кішкене тас тиіп кетті. Мәриям, ештеңе етпейді. Жігіттер оны ертең-ақ ауыстырып береді, деп қысқа қайырды ол, балалардың көзінше жамандық туралы айтқысы келмей. Ол аулада ойнап жүрген 7 жасар кішкентай ұл балаға ұзақ қарап қалды. Бұл баланың әкесі Бақытжанның қол астында қызмет еткен, арнайы операция кезінде кеудесін оққа тосып қаза тапқан жауынгері. Бақытжан сол күні досының өлі денесін қолына ұстап тұрып, сенің қаның төгілген бұл елде әділетсіздікке жол бермеймін. Қамқорлығыма аламын деп. Бүгінгі тас жолдағы Рүстем сияқты жемқорлардың әрекеті сол шейіт болған батырлардың аруағын қорлаумен тең еді. Бақытжанның ішіндегі қаһар қайта оянды. Ол балалармен қоштасып күтіп тұрған қызметті қара джипке отырды. Астанаға тартамыз, деді ол жүргізушіге. Ендігі соғыс кабинеттерде болады. 11 тарау. Жыртқыштардың ортасындағы түн. Түнгі сағат 2. Сезонның 14 камерасында ауа жетпейді. 30 адамдық камерада 40-тан астам тұтқын қамалып отыр. 2 қабатты темір төсектер, темекінің қою түтіні, тер мен зәрдің иісі. Рүстем бұрышта еденде бүктетіліп отыр. Оған төсек тимеген. Оның үрейге толы көздері камерадағы смотрящий, бақылаушы, лақап аты Қарабас, кісі өлтірген үшін 15 жылға сотталған, денесі көк ала татуировкаға толы қылмыскерге бағытталған еді. Қарабас ортадағы үстелде шай ішіп отырып, Рүстемге көзін тастады. Түрме ішінде ақпарат өте тез тарайды. Олар камераға жаңа түскен адамның бұрынғы жол полициясының аға лейтенанты екенін, оның талай адамды ақша үшін бопсалағанын естіп үлгерген еді. «Әй, мусор, полицейдің жаргондағы атауы», деді Қарабас қарлыққан дауыспен. Камерадағы барлық тұтқындардың әңгімесі саптиылып, бәрі Рүстемге қарады. «Сенің атың Рүстем бе? Облыстық трассада тұратын свисток емессің бе сен осы?» Рүстемнің аузы құрғап қалды. Ол орнынан зорға тұрып, қалтыраған дауыспен жауап берді. «Иә, мен бұрын
Жабық аузыңды, деп ақырды Қарабастың оң қолы, жасы кішірек бір бұзақы. Ол Рүстемнің жанына келіп, оның ішінен бар күшімен теуіп жіберді. Рүстем ауа қармап, екі бүктеліп еденге құлады. Бір кездері қолындағы ала таяғымен жүздеген адамды қорқытқан тәкаппар офицер қазір қорғансыз құрбан еді. Менің бауырым Ермек деген жігіт есіңде ме? Деді Қарабас орнынан тұрып, Рүстемге жақындап. Ол ауру шешесіне дәрі апара жатқанда, сен оны тоқтатып, ішіп алғансың деп жала жауып, көлігін айыптұрағына тыққансың. 200 мың теңге сұрағансың. Ол ақшаны таба алмай, шешесі дәрісіз қайтыс болды. Сен соны білесің бе, хайуан? Рүстем қан аралас сілекейін жұтып. Мен емес. Ол мен емес. Кешіріңіздерші. Менің кінәм жоқ, маған жоғарыдан жоспар қойды. Төлегенов генерал мәжбүрледі. Деп жылады. Сендер әрқашан бастықтарына сілтейсіңдер. Қарабас Рүстемнің шашынан жұлып алып бетіне түкірді. Сені бүгін осында өлтіріп тастауға бұйрық бар. Бірақ мен сені өлтірмеймін. Өлім сен үшін тым оңай жаза. Сен күн сайын өлгің келіп, бірақ өле алмайтындай күйге түсесің. Жігіттер, мынаны дәретхананың қасына апарып, орнын көрсетіңдер. 4-5 бұзақы Рүстемді тепкілеп, камераның ең қорлық бұрышына, парашаның, дәретхананың жанына сүйреп апарды. Оның үстіндегі киімін жыртып, ауыр соққылардың астына алды. Рүстемнің үрейлі айқайы камераның қабырғасына соғылып, тұншығып жатты. Ол өз өмірінде жасаған әрбір әділетсіздік үшін, әрбір алған парасы үшін дәл қазір өз қанымен жауап беріп жатқан еді. Бұл тозақтың тек бастамасы ғана болатын. 12 тарау. Астанадағы құпия жиын, желіні үзу. Елорда ОК-ның арнайы қорғалған жер тасасындағы бункер құпия жиналыс бөлмесі. Үлкен экранда облыстық полиция департаментінің бастығы генерал Төлегеновтың және оның жақын ортасының суреттері, банк шоттары, сыбайлас жемқорлық схемалары көрсетіліп тұр. Генерал-полковник Бақытжан Қасымов үстелдің басында әскери формада отыр. Оның жанында ОК-ның басқарма бастықтары, антикор, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшылары жиналған. Сонымен жағдай мынадай деп баяндамасын бастады антикордың жедел тобының басшысы. Кешегі сіздің тас жолдағы инцидентіңіз кездейсоқ емес. Лейтенант Рүстем бұл үлкен мұзтаудың, айсбергтің су бетіндегі кішкентай ғана ұшы. Біз Төлегеновтың телефон қоңырауларын бірнеше ай бойы тыңдап келгенбіз. Ол облыстағы бүкіл транзиттік логистиканы, жүк көліктерін бақылауға алған. Жол полициясы арқылы ол күніне ондаған миллион теңге заңсыз салық жинайды. Бұл қаражат шекаралас елдердегі қылмыстық топтарға ОПК қару-жарақ пен есірткі тасымалдауға жұмсалады екен. Бақытжанның қабағы түйіліп кетті. Демек, біздің погон таққан офицеріміз мемлекетіміздің қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіретін трансұлттық қылмысқа демеушілік жасап отыр ғой. Дәл солай, жолдас генерал. Төлегенов кеше сіздің бұйрығыңызбен отставкаға кету туралы өтініш жазды. Бірақ біздің барлау мәліметтеріне сүйенсек, ол елден қашуға дайындалып жатыр. Ол өзінің активтерін оффшорлық шоттарға аударып, бүгін түнде жекеменшік ұшақпен Дубайға ұшып кетпекші. Оның үстіне, ол өзінің артында із қалдырмау үшін кеше қамалған Рүстемді түрме ішінде тазалап өлтіріп тастауға бұйрық бергенін анықтадық. Рүстем оның схемаларының ең төменгі, бірақ көп нәрсені білетін буыны ғой. Бақытжан жұдырығымен үстелді бір ұрды. Ешкім ешқайда қашпайды. Бұл мемлекет сатқындардың ойыншығы емес. Рүстемді тірі қалдыру керек. Ол басты куәгер болады. Ал Төлегеновті, оны дәл ұшаққа мінер алдында ең биікке көтерілдім деп ойлаған сәтінде құлатамыз. Операцияны бастаңдар. Бүркіт тобына толық жауынгерлік дайындық бұйрығын беремін. 13 тарау. Түрмедегі қастандық және өмір үшін саудаласу. Сезонның 14 камерасы. Рүстем бет аузы қанға боялып қабырғаға сүйеніп есінен танып жатқан. Түннің ортасы ауып кеткен кез. Камераның есігі ақырын ғана ашылды. Ішке кезекші күзетші Төлегеновтың ақшасына сатып алынған сержант кірді. Оның қолында дәрігерлік шприц бар еді. Шприцтің ішінде өлімге әкелетін, бірақ сараптамада қарапайым жүрек талмасы, инфаркт болып көрінетін улы зат бар болатын.
Сержант ұйықтап жатқан тұтқындардың арасынан басып өтіп, бұрышта иесіз жатқан Рүстемге жақындады. Ол шприцтің қақпағын ашып, Рүстемнің мойын тамырына ине шаншуға дайындалды. Бұл Төлегеновтің бұйрығы еді. Рүстем таңға тірі жетпеуі керек. Бірақ сержанттың қолы Рүстемнің мойнына 2 сантиметр қалғанда, қараңғылықтан біреу оның қолын темірдей қатты ұстап қалды. Сержант шошып кетіп басын бұрды. Оның артында қара киімді, бетін тұмшалаған 2 адам тұрды. Бұлар ОК-ның жабық түрме ішіндегі арнайы тобының оперативниктері еді. Олар камераға күзетшіден бұрын дыбыссыз кіріп, тосқауылда отырған болатын. Бір оперативник сержанттың қолын қайырып, шприцті тартып алды да, екіншісі оның аузын жауып, еденге құлатты. Төлегеновтен сәлемдеме әкелдің бе? Деді оперативник сыбырлап. Енді өзің сол генералмен бірге көрші камерада отыратын боласың. Рүстем оянып кетті. Ол алдындағы көріністі көріп, өзін өлтіруге келген күзетшіні танығанда, оның миына найзағай түскендей болды. Ол кімге адал қызмет етіп, кім үшін халықтың қарғысына қалғанын енді толық түсінді. Генерал Төлегенов оны қорғаудың орнына лақтырып тастап, артынша өлтіруге бұйрық берген екен. Оперативниктердің бірі Рүстемді жағасынан тартып тұрғызды. Тыңда мені, аға лейтенант. Сенің бастығың сені жаңа ғана өлтірмекші болды. Біз сені құтқарып қалдық. Бірақ сенің өміріңнің құны бар. Сен таңертең тергеушінің алдына отырып, Төлегеновтың бүкіл жүйесін, кімнен қанша алғанын, ақшаның қайда кетіп жатқанын түгелдей, ешбір жасырусыз қағазға жазып бересің. Содан кейін ғана сені қауіпсіз бөлек камераға ауыстырамыз. Келісесің бе? Рүстемнің көзінен жас бұрқ ете түсті. Оның кеудесінде ашу мен өкініш, кек пен шарасыздық қатар араласты. Мен бәрін жазып беремін. Мен оның бүкіл схемаларын, жасырын шоттарын білемін. Ол хайуанның бүкіл өмірін құртып, өзіммен бірге түрмеге тартамын. Деп ызамен жылады бұрынғы жол полицейі. Әділеттілік диірмені енді толық қуатымен айнала бастады. 14 тарау. Түнгі рейс, Төлегеновтың қақпанға түсуі. Түнгі сағат 3-те қала сыртындағы халықаралық әуежайдың веб-терминалында тыныштық орнаған. Жалған құжаттармен шекарадан өтпекші болған бұрынғы полиция генералы Төлегенов өзінің отбасымен және 2 оққағарымен жекеменшік чартерлік ұшаққа қарай асығыс келе жатты. Оның үстінде қымбат костюм, қолында ішіне миллиондаған доллар қолма-қол ақша мен криптокілттер салынған дипломат. Ол өзін жеңімпаз сезінді. Рүстем өлді, дәлел жоқ. Ал мен Дубайда жаңа өмір бастаймын. Бұл елде бәрін ақшамен шешуге болады деп ойлады ол тәкаппарлана жымиып. Олар ұшақтың трапына, баспалдағына аяқ басқан сәтте, әуежайдың ұшу жолағында кенеттен ондаған прожекторлардың жарығы жарқ етіп жанды. Соқыр қылатын жарық Төлегенов пен оның адамдарын қоршап алды. Жарықтың арасынан ауыр әскери машиналар мен қара брондалған джиптер шығып, ұшақтың алдын кес-кестеп тоқтады. Бұл ОК-ның арыстан элиталық тобы мен антикордың штурмдық жасағы еді. Олардың бәрінің қолдарында лазерлі көздегіші бар автоматтар. Қаруды тастап жерге жатыңдар. Қарсылық көрсеткендер ескертусіз атылады. Деген дауыс рупордан, дауыс зор айтқыштан бүкіл әуежайды жаңғыртты. Төлегеновтың оққағарлары қарсыласудың мәнсіз екенін түсініп, қаруларын жерге тастап, тізе бүкті. Төлегеновтың өзі шок жағдайында қатып қалды. Оның дипломаты қолынан түсіп кетті. Қараңғылықтан оған қарай баяу қадаммен бір адам жақындап келе жатты. Оның үстінде әскери далалық форма, кеудесінде алтын жұлдыз жарқырап тұрды. Бұл генерал-полковник Бақытжан Қасымов еді. Бақытжан Төлегеновтың дәл алдына келіп тоқтады. Сен қайда асықтың, сатқын? Деді Бақытжан, мұздай суық, өлшеулі дауыспен. Отанды сатып қанын ішіп, енді жылы жаққа ұшпақшы болдың ба? Төлегенов қалтырап кекештеніп сөйле. Баке, жолдас генерал. Біз келісе аламыз ғой. Менде үлкен ақша бар. Мен сіздің қорларыңызға аударамын. Тек мені жіберіңізші. Менің кінәм дәлелденбеген. Бақытжан оның сөзін жиіркенішпен үзіп жіберді. Ол қолындағы папканы ашып, ішінен бірнеше парақ қағазды шығарды. Мынау сенің итің Рүстемнің жарты сағат бұрын өз қолымен жазған мойындау түсініктемесі.
Ал мынау сенің қару-жарақ тасымалдаушылармен сөйлескен аудиожазбаңның стенограммасы. Сенің генералдық погоның енді сені құтқармайды. Сен енді генерал емессің. Сен мемлекетке опасыздық жасаған қарапайым қылмыскерсің. Бақытжан арнайы жасақ командиріне бас изеді. Кісен салыңдар. Оны тергеу изоляторына, дәл Рүстемнің қасына апарыңдар. Олар бір-біріне айтар сөздері көп шығар. Екі еңгезердей сарбаз Төлегеновтың қолын қайырып, суық темір кісенді сарт еткізіп жапқанда, кешегі құдіретті полиция бастығының аяғынан жан кетіп, еңіреп жылап жіберді. Оның бүкіл иллюзиясы, бүкіл империясы бір ғана сынған әйнектің кесірінен басталған дауылдың ішінде шаңға айналып ұшып кетті. Автордың сөзі. Өмірдің таразысы әрқашан теңеседі. Арандықпен жиналған байлық, халықтың көз жасына салынған зәулім сарайлар мен кеудені қаққан тәкаппарлық, бәрі де бір-ақ сәтте құмға сіңген судай жоғалады. Өздерін заңнан биік санағандар үшін ең ауыр жаза темір тор емес, сол биіктен құлаған кездегі шарасыздықпен өздері қорлаған адамдардың көзіне қарау. Жол бойындағы кішкентай ғана оқиға, ескі автобустың сынған әйнегі тұтас бір қылмыстық империяның түбіне жетті. Бұл кездейсоқтық емес, бұл әділеттіліктің заңы. 4-ші, қорытынды бөлімде біз жемқорлардың сот алдындағы ең соңғы жанталасын, жас лейтенанттың өкінішін және нағыз батырдың бейбіт күндегі ұлы жеңісін көреміз. 15 тарау. Тозақтағы кездесу, қожайын мен құл. Таңғы сағат 6. Облыстық тергеу изоляторының СИЗО ауыр темір есіктері тағы да сықырлап ашылды. Бұл жолы ішке кірген тұтқын қатардағы қылмыскер емес, кеше ғана осы аймақтың барлық күш құрылымдарын уысында ұстаған генерал-майор Төлегенов еді. Оның үстіндегі миллион теңгелік итальяндық костюмі мыжылып, галстугы шешілген. Қолындағы ауыр кісен оның білегін қажап тастаған. Оны қабылдау бөліміндегі кезекшілер тінтуден өткізіп жатқанда, Төлегенов әлі де өзінің бұрынғы статусын пайдаланбақ болып айқайлап жатты. Сендер кімді шешіндіріп жатқандарыңды білесіңдер ме? Мен генералмын. Менің адвокатым келгенше ешкім маған саусағын тигізбесін. Мен бәріңді түрмеде шіртемін. Бірақ күзетшілер оның сөзіне пысқырған да жоқ. УСП қызметкерлерінің қатаң бақылауымен оны шешіндіріп, түрменің жағымсыз иісі сіңген сұр түсті ескі робасын, түрме киімін кигізді. Кешегі құдіретті басшы енді қарапайым тұтқынға, нөмірленген қылмыскерге айналды. Төлегеновті арнайы оқшауланған, бірақ 2 орындық камераға алып келді. Бұл камерада оны тосынсый күтіп тұрған еді. Темір есік ашылып, Төлегеновті ішке итеріп жібергенде, ол камераның бұрышындағы темір төсекте отырған адамды көрді. Бұл бет-аузы қанға бөккен, көзі ісіп кеткен, үсті-басы жыртылған бұрынғы жол полицейі Рүстем болатын. Түндегі азаптаудан кейін Рүстемді осы камераға ауыстырған еді. 2 сатқын, бірі бұйрық беруші қожайын, екіншісі бұйрықты орындаушы құл, бір-бірімен темір тордың ішінде бетпе-бет келді. Рүстем басын көтеріп Төлегеновті көргенде, оның сіңген көздерінде жабайы бір от жанды. Ол орнынан атып тұрып Төлегеновке қарай ұмтылды. Ах сен, сатқын хайуан! Сен мені өлтірмекші болдың ба? Деп бақырған Рүстем генералдың жағасына жармасты. Ол Төлегеновті бар күшімен қабырғаға соқты. Мен сен үшін халықты тонадым. Сенің қалтаңды қампиту үшін өзімнің ар-ұятымды саттым. Ал сен мені түрмеде улап өлтірмекші болдың. Төлегенов өмірінде қол жұмсап көрмеген кабинеттік шенеунік қорқыныштан бұрышқа тығылып, қолымен бетін жапты. Рүстем, тоқта. Мен емес. Ол саған у бермекші болған мен емеспін. Бұл оқығының саған жасаған психологиялық ойыны. Олар бізді бір-бірімізге айдап салып отыр. Деп өтірік соқты ол, жанын шүберекке түйіп. Бірақ Рүстем оның сөзіне сенбеді. Ол Төлегеновтың ішінен тізесімен теуіп жіберді. Генерал ауа қармап еденге құлады. Рүстем оның үстіне мініп алып, жағасынан қылғындыра бастады. Сенің ақшаларың қайда енді? Шетелге қашпақшы болдың ба? Мен бәрін жазып бердім. Сенің әрбір пара алған күніңді, әрбір заңсыз жүк көлігінен алған ставкаңды түгелдей тергеушіге сайрап бердім. Енді екеуміз де осы жерде шірейміз, бастық. Бірақ мен сенің өміріңді күнде тозаққа айналдырамын. Сырттан күзетшілер жүгіріп кіріп, Рүстемді Төлегеновтен зорға айырып алды.
Еденде шаңына аунап екі бүктеліп жатқан Төлегенов өзінің ақырының келгенін енді ғана толық сезінді. Оның ең басты қаруы ақша мен билік бұл жерде ешқандай рөл ойнамайтын еді. Оны өзі жасаған, өзі тәрбиелеген құбыжықтар жеп қоятынын түсінді. 16 тарау. Әділеттілік соты және құлаған империя. Арада 6 ай өтті. Бұл жарты жыл бүкіл республика бойынша ішкі істер органдарындағы ең үлкен тазарту операциясымен есте қалды. Генерал Бақытжан Қасымовтың тікелей бақылауымен антикормен ОХ қызметкерлері Төлегеновтың қылмыстық желісін түбірімен қопарып шықты. Қыстың қақаған күні. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған соттың үлкен залы лық толы. Журналистер, қоғам белсенділері, зардап шеккен қарапайым жүргізушілер бәрі осында жиналған. Темір тордың ішінде 15 адам отыр. Олардың қатарында бұрынғы генерал Төлегенов, бірнеше аудандық полиция басшылары, өкпінің сатқын қызметкерлері және жол полициясының аға лейтенанты Рүстем бар еді. Судья сот үкімін оқуды бастады. Үкімді оқу 3 сағатқа созылды. Онда қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану, ұйымдасқан қылмыстық топ құру, халықтан жүйелі түрде пара бопсалау, мемлекетке аса ірі көлемде зиян келтіру сияқты ондаған баптар тізбектелді. Төлегенов тордың ішінде басын төмен салып, сұп-сұр болып отырды. Оның шетелге шығармақ болған миллиондаған долларлары тәркіленіп, мемлекет қазынасына қайтарылған. Оның әйелі мен балалары сот залына келуге де ұялып, шетелде тығылып жүрген. Рүстем болса, тергеумен толықтай қамалдасып, стелька со следствием бүкіл схеманы әшкерелегенімен, оның тас жолдағы зорлық-зомбылығы мен адамдарды қорлағаны кешірілмеді. Судья өзінің балғасын ұрып, соңғы шешімді жариялады. Сотталушы Төлегенов кінәлі деп танылып,